бір күні атасы әжесіне бауырсақ пісір деп айтады. Сөйтіп әжесі бауырсақ пісіріп, оны сусын деп тереңнің алдына қойып қояды. Алдынан қасқыр шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ жемейсің, мен саған өлең айтып берем дейді. Қасқыр айтсы дейді. Атамнан қасым, әжемнен қасым, ені сенен қасым деп домалап кетіп қалды. Алдынан аю шықты. Бауырсақ, мен сені жеймін деді. Бауырсақ, жемейсің, мен саған өлең айтып берем деді. Аю айтсы деді. Атамнан қастым, әжемнен қастым, қасқырдан қастым деп аюдан да домалап қашып кетеді. Алдынан түлкі шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ бүйтіп айтады. Жемейсің, мен саған өлең айтып берем дейді. Бауырсақ сосын түлкі айтып берсі дейді. Атамнан қастым, әжемнен қастым, қасқырдан қастым, аюдан қастым. Түлкіден де қасың деп атқанда, түлкі тоқтасы, мен қолам есіме қалды. Мен мұрныма келіп, мініп, айтып берсі деді. Сосын бауырсақ мұрнына келіп, мініп, атамнан қастым, әжемнен қастым, қасқырдан қастым, аюдан қастым, мен сенен қасым деп атқанда түлкі аспанға лақтырып деп бауырсақ шут деді, аузынан бұлт түседі. Бір күні атасы шалқан егіпті. Шалқан деп өсіпті. Атасы тартып тарта алмапты. Сосын әжесін шақырыпты. Әжесі екеуінің күші жетпепті. Сосын қызым деп қызын шақырыпты. Тартамағаннан кейін күшігін шақырды. Олардың күші жетпей қойғаннан кейін мысығын шақырды. Олар тартты, күші жетпеді. Мысығын шақырып кетіп еді, тартылып кетті.